Сәлем қыздар, бүгін сіздермен салмасына пияз қосып жасалатын қаттама нанның рецептісімен бөлісемін. Ол үшін арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Барлық қоспаның мөлшері описаниеде жазылған. Әуелі пиязымызды ұсақтап турап, үстіне аскөгімізді қосамыз. Дәмін келтіру үшін тұз, қара бұрыш, паприка саламыз. Өсімдік майын және де қоспаны жақсылап араластырамыз. Ең соңында үккіштен өткізілген ірімшігімізді қосамыз. Қамырын дайындау үшін жылы сүтіміздің үстіне тұзымызды, өсімдік майын, ұнды қосып, жақсылап біркелкі масса шыққанша илеп аламыз. Пайда болған қамырды 10 минутқа пищевой пленкамен бетін жауып тынықтырамыз. 10 минут өткен соң қамырымызды алып, оны бетіне ұн сеуіп 4 бөлікке бөлеміз. Пайда болған әр бөлікті дөңгелектеп, қалған бөліктерді алып, бір күлшемізді бетіне ұн сеуіп жақсылап жаямыз. Жұқалығы видеода көрсетілгендей болуы керек. Оның үстіне маргаринімізді жақсылап жағып, салмамызды сеуіп, оның шеттерін түйіршіктеп видеода көрсетілгендей. Ұзынша қылып орап алған соң, одан дөңгелек форма жасаймыз. Пайда болған формамыздың бетіне ұн сеуіп, оны жақсылап оқтаумен жіңішке формада илейміз. Дайын күлшемізді қызып тұрған табада өсімдік майын құйып, оның екі жағын әрқайсысын 3-5 минуттан қыздырып қызарғанша осылай аударып аламыз. Мінекей біздің қаттама нанымыз дайын болды. Видеолеріңізге міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.